Ассаламу алейкум деген кезде оны не деп қайтару керек? Ва алейкум ассалам деп қайтарса, Расул айтты, 10 сауап деді. Ва алейкум ассалам рахматулла десе 20 деді. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат деген кезде 30 деген Расул. Не үшін десе, Құрандағы аятқа амал істеп, ол асырғандықтан дейді. Ва алейкум ассалам десеңіз де болады. Бірақ ғалымдар соны айтады, негізі Құранға амал істеген жақсы еді дейді. Құранға қалай амал істейін десе, өткен Алла Тағала не деп айтты? Сендерге біреу жақсы сөз айтса, жақсы сөздің ең үлкені ассалам деп жатыр мына жерде. Яғни сендер оны қайтарған кезде қалай қайтарыңдар? Оны артығымен деді. Соны Расул айтты. Артығымен қосып біреу ва алейкум ассалам десе, 10 деді. Рахматулланы қосса, және 10. Баракатты қосса, және 30 сауап болады деді. Субханалла. Енді сәлем берудің үкімі не деген кезде, кейбір ғалымдар важип деген, кейбір ғалымдар сүннет деген. Бірақ патуа. Неге сәлем беру сүннет болып бекітілді? Сәлем